Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен құймақтан жасалатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттер: сары май, жылы сүт, жұмыртқа, какао, шымшым тұз, ұн және қант. Алдымен ыдысқа құрғақ заттарды салып араластырып аламыз. Какаоны алдын ала үккіштен өткізіп алыңыздар. Арасында түйіршіктері жүріп араласпай қалуы мүмкін. Енді жұмыртқаны, сары майды құйып араластырамыз. Сүтті аз-аздан құя отырып, толықтай оның түйіршіктері біркелкі болғанша араластырамыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйықтау масса болу керек. Енді орташа отта қызып тұрған табада әр жағын 2-3 минуттан пісіріп алатын боламыз. Құймақтарымыз дайын болды. Жұп-жұқа етіп пісіріп алдым. Енді әр құймақты түзулеп кесіп аламыз. Құймақтарды шетке қоя тұрып, кремін дайындайтын боламыз. Суық сливкиге қант ұнтағын қосып, миксермен қоюланғанша араластырамыз. Ал енді тортымызды жинайтын боламыз. Торт нәзіктеу болу үшін кремін көбірек саламыз. Осылай кезекпен сала отырып, толықтай тортымызды жинап шығамыз. Тортты толықтай жинап болдық. Енді глазурын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, шоколад, сливки қажет болады. Орташа отқа қойып, ертіп аламыз бәрін. Жылы глазурды торттың үстіне құйып, әсемдейтін боламыз. Менің каналымда қандай рецепттер шыққанын қалайсыздар, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Видео пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.